Ақтауға саяхатты осылай бастадық. Көлікпен біз таңғы 5-те ауылда шыққаннан кешкі сағат 11:30-ға дейін осылай міне тау тастың арасымен, керемет көңіл күймен көлікпен барған болатынбыз. Әрине беліміз ауырыңқырады, бірақ мына отельдің видін көрген кезде көңіл күй көтерілді. Барлық шаршағанымызды ұмытып, жап-жаңа керемет отельге орналастық. Бұл отельді мен күйеуім инстаграмнан тауып бронь жасап қойған болатын. Сөйтіп 4 бар болып бардық. Жолдастармен орналасып, барлығымыз номерлерімізді алып, сумкаларымызды арқылап, чемодандарымызды сүйреп, жоғары қарай өзіміздің номерлерімізге орналасуға кеттік. Жолдастар бәрі көңілді. Отельдің сервисі күшті, жап-жаңа, іші керемет. Енді содан не керек күйеуіме? Мен обзор жасауым керек, сен маған есік аш деп. Сөйтіп обзор жасадым, қараңыздар, мынау міне. Әжетханасы, душы, барлық жағдай жасалған, орамалдары, халаттары жап-жаңа, тапочкілері жап-жаңа, тіпті сейфке шейін бар ғой. Енді қазіргі заманда сейфті мысалы көп пайдалана бермейді ғой, дегенмен қойған. Телевизор, ютубқа кіріп тұр барлығы, кровати қандай жұп-жұмсақ. Мына жерде міне кухонная зона, оған менің жолдасым шөлдеп шаршап келеміз ғой деп маған күшті сюрприз жасап қойыпты. Оны өздеріңіз видеодан көріп тұрсыздар. Міне чай, кофе бәрі как дұрыс, керемет, пятизвездочный отельдегідей болып тұр десем артық айтқандық емес. Холодильник бәрі рабочий, барлығы күшті. Міне бізге қатты ұнады. Сонымен не керек? Дайындап қойған асты ішіп алып, жуынып, шайынып, киімдеріміздің барлығын орналастырып, ютубты қосып қойып, телевизорда музыканы тыңдап отырып, 1 сағат жарымдай демалып алып, жуынып, шайынып, киімімізді киіп ауыстырып, Жаным сол деген караоке кафеге жол тарттық. Айтпақшы, бұл Жаным сол караоке кафесі біздің Ақтөбеде де бар, филиалы дәл сонда екен. Біз Байқоңыр деген кабинкасына орналастық. Бағалары енді арзан емес, бірақ қыдырып барған адамға енді онша қымбат та емес. Сөйтіп осы бірінші күнімізді, ужинымызды да демалыс Жаным сол кафесінің Байқоңыр кабинкасынан бастадық. Жолдасыма керемет үлкен алғыс, қандай демалыс сыйлаған деп осы жерде алғысымды білдіріп отырған жайым бар. Сөйтіп тамаққа тойып, билеп, ән айтып, көңіл көтеріп, номерімізге, отелімізге кеттік. Душқа түсіп алып, бетті әрлеп алып, сосын мен сіздерге міне әжетханасын обзор түсірген болатын. Фен бар, рабочий, гель для душа, шампунь, сабын, зубная паста, щетка, барлығы бар. Бірақ мен өзім затымды алып бардым. Мен сіздерге де Умай Бьютидің маскасын, кремін ала бардым. Міндетті түрде Сибирский здоровьемнің SPF для тела, SPF для лица, міндетті түрде Живокост, аяқ қолымыз сырқырап қалар, көп жүреміз деген сияқты. Сөйтіп, мынау дезодорант, қатты ұнайтын дезодорант, менің күйеуіме қатты ұнайды, терлетпейді, иіс шығармайды. Сөйтіп, не керек? Обзор түсіріп болдым. Осылайынша бірінші күн Ақтаудағы күнімізді өткізіп, демалуға жаттық. Ертең екінші күн салатын болам. Бақылап отырыңыздар. Ұнаса міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, подписаться кнопкасын басуды ұмытпаңыздар.